Қазақ даласы кең байтақ, тарихы терең хандар мен батырлар мекені. Бүгін біз қазақ тарихындағы ерекше хан Хақназар туралы және оның басқарған дәуірі туралы айтатын боламыз. Хақназар хан 1538 жылы дүниеге келді. Ол Жәңгір ханның немересі, қазақ хандығының белгілі ханы болды. Хақназар билік еткен жылдар 1556-1580 жылдардың аралығы. Сол кезде қазақ хандығы сыртқы қауіп-қатерлермен күресіп, ішкі бірлікті күшейтті. Хақназар хан қазақ хандығын басқарған кезде бірнеше күрделі кезеңді бастан өткерді. Ол жоңғарлармен, хиуа, ноғайлармен күресті. Оның басты мақсаты қазақ даласын біріктіріп, қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз ету болды. Хақназар ханның батылдығы мен стратегиялық ойлау арқасында қазақ рулары бірлікке келді. Хандықтың территориясы кеңейіп, сауда жолдары дамыды. Хақназар ханның дәуірі тек әскери жетістіктермен ғана емес, мәдени дамуға да әсер етті. Ол халық арасындағы бірлікті нығайтып, дәстүрлер мен салт дәстүрді сақтауға күш салды. Қазақ даласында халық бір тұтас өмір сүріп, ауыз әдебиеті, эпостық шығармалар дамыды. Осы дәуірдің әсері бүгінгі күнге дейін жеткен. Хақназар ханның билік ету кезеңінде бірнеше маңызды шайқастар болды. Оның әскери қабілеті, батырлығы мен стратегиялық ойлау арқасында қазақ хандығы сыртқы жаулардан аман қалды. Ол ел ішіндегі тәртіпті сақтап, билікті күшейтті, халықты біріктірді. Осы қасиеттері үшін тарихта ерекше орын алды. Хақназар хан қазақ хандығын ең ұзақ билеген ұлы қаһарман. 42 жылдық билік кезеңінде ол бытыраған жұртты қайта біріктіріп, елдің шекарасын бекітті, мемлекеттің беделін күшейтті. Ол көрші мемлекеттермен ақылды саясат жүргізіп, қазақ елін қиын кезеңдерден аман алып шықты. Хақназар ханның дәуірі қазақ хандығының қайта өрлеу кезеңі болды. 1580 жылы Ташкент билеушісі Баба Сұлтанның сатқындығынан қаза тапты. Бірақ оның елге сіңірген еңбегі, бірлік пен мемлекетшілдік жолындағы мұрасы тұтас қазақтың жүрегінде мәңгілікке қалды.